Салют достар, 21 ғасыр мүмкіндіктермен қоса технологияның дамыған заманы. Жаңа толқынның мүмкіндігін пайдаланып, сіздерге Шу өңірінің маңдайына біткен жарық жұлдыздарын телескопсыз ақ көрсетуші Жамбыл облысы Шу ауданы Жамбыл атындағы орта мектептің 10-шы сынып оқушысы Дүйсенбек Әсем. Осындай кезде патриоттық сезім бойыңды алып, сөздерің жүректен ағылып жатады. Ендеше бүгінгі видеомда ауданымыздың атағын білім, ғылым, өнер тұрғысынан танытып жүрген атақты тұлғаларға арнағым келеді. Сонымен достар, тұлғаларымызбен таныс болыңыздар. Let's go! Шу ауданының топырағынан түлеп ұшып, ғылымның биік шыңына ұмтылған азаматтар аз емес. Солардың бірі де бірегейі, атақты ерке сылқым күйімен Қазақстанның түкпір-түкпірін тербетіп жүрген күйші, композитор Әбдімомын Желдібаев. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген мәдениет қайраткері, жан-тәнімен күй әлеміне еніп, тілін тапқан атамды өңіріміздің бетке ұстар тұлғасы деп ауыз толтырып айта аламын. Аяз Бетбаев, ақын, әнші, Қазақстанның еңбек сіңірген мәдениет қайраткері, термеші, композитор, өз ғұмырында Әзімбек Жанқұлиевтей шәкіртті тәрбиелеген. Халық арасында Аққайың, Сағыныш, Махаббат жұлдызы әндері кеңінен тараған. Мәскеуде өткен 2-ші бүкілодақтық халық шығармашылығы фестивалінің лауреаты атанған. Бөрібай Биғожалы Жексенбин, мемлекет және қоғам қайраткері, бас зоотехник. Ақылы мен қайратын бойына жинаған ол, мемлекеттік инспекторда 2004-2010 жылдары Жамбыл облысының әкімі де, қалған 6 жыл бойы елші, кейін ауыл партиясының хатшысы да болып, елімізге үлкен ықпалын тигізген. Марат Ильясов, сазгер, әнші, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген артисті. Еңбек жолын қазақ теледидарында редактор болудан бастап, қазақ радио студиясының директоры ретінде жалғастырды. Ең алғашқы әнін 11 жасында Мұзафар Әлімбаевтың «Айнұр құсты аяйды» өлеңіне шығарды. Республикалық дарын сыйлығын иеленіп, Жүгер фестивалінің әлденеше дүркін лауреаты атанған. Сарыбай Сұлтанұлы Қалмырзаев, мемлекет қайраткері, жоғары білімді, білімінің арқасында экономиссия, Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі, мемлекеттік мүлікті басқару департаментінің директоры да, 1998-99 жылы Жамбыл облысының әкімі де болып көрген. Еңбегінің жемісін көріп, 1981 жылы құрмет белгісі медалімен марапатталған. Қорытындылай кетсек, Сақ елінің бір бұтағы өмір сүрген, ұлы жібек жолы өткен, киелі Шу өңірі географиялық аумағы бойынша қаншалықты кішкентай болса, өзіне соншалықты дарынды тұлғаларды толтырған. Шудың келешектегі ғұмыры, болашақ ұрпақ бізге тікелей байланысты. Болашақта Шудың жұлдызы жарқыратып, әлемді аузына қаратар небір азулы данышпандар шығады деген үміттемін.